Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оңай әрі дәмді салат жасайтын боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқамызды шағып алып, бір ыдысқа жақсылап аздап тұз қосып араластырамыз. Қонақ келген кезде демде жасап жіберетін салат өте дәмі керемет болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Енді қызып тұрған табамызға екі жағын қызартып алып, құймақ сияқты етіп пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай тез піседі. Енді ортасынан бір бөліп, сосын жұқа етіп турайтын боламыз жұмыртқамызды. Бұлай пісірмейтін болсаңыздар, негізі қайнатылған жұмыртқаны да қосуға болады. Оның да дәмі өте әдемі болып шығады. Міне турап болып, енді ыдысымызға салып аламыз. Ендігі кезекте колбасамызды осылай жіңішке етіп тураймыз бұны да. Егер де колбасаның орнына индейка немесе қайнатылған ет қоссаңыздар, дәмі ерекше дәмді болады. Неге колбасамызды да турап, онда ыдысымызға салып аламыз. Ал енді қиярымызға келді кезек. Оны да дәл солай жіңішке етіп тураймыз. Ал енді жасыл горохтарымызды салып, кішкене тұз қосып, және майонезімізді салып, керекті мөлшерде жақсылап араластырып, тарелкелерімізге салатын боламыз. Мінекей біздің оңай әрі дәмді салатымыз дайын. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, арнама тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.